Сәлеметсіңдер ме, балалар? Жаратылыстану пәні 3-ші сынып. Сабағымыздың тақырыбы дыбыстың қасиеттерін қалай пайдаланады. Сабақтың мақсаты бойынша сен жануарлардың не үшін дыбыс шығаратынын білесің. Бүгінгі сабағымыздағы жаңа ақпарат. Жануарлар түрлі дыбыс шығарады. Арыстан басқа жануарлар жақындаса, өз аумағы екенін ескертіп ырылдайды. Оның төмен дыбысты ырылы бірнеше шақырымға жетеді. Сарышнақ қауіп сезсе, өзінің шиқылымен маңайындағыларға хабар береді. Аңдардың үнемі қозғалып тұратын құлақтары жан-жақтағы өте әлсіз, естілер-естілмес дыбыстарға дейін естиді. Есте сақта. Дыбыстың қаттылығы арақашықтыққа байланысты болады. Төмен дыбыстар жоғары дыбыстарға қарағанда алысқа жақсы жетеді. Сұрақ-жауап. Мына сұрақтарға жауап бере отырайық. Тоқылдақтың тоқылдаған дыбысы неге ағаштың келген жағынан естіледі? Балық аулау кезінде неліктен шуламау керек? Неліктен біз масаның ызыңын қасымызға жақын ұшып келгенде ғана естиміз? Жануарлардың түрлі дыбыс шығаратынын біз білеміз. Ендеше тақтадағы суреттерге қарайық. Бұл жануарлар бізге таныс па? Жылқы, ит, сиыр, мысық, сауысқан. Жылқы кісінейді, ит үреді, сиыр мөңірейді, мысық мияулайды, сауысқан шықылықтайды. Ендеше бәріміз тақтаға назар аударайық. Дыбыстарды мұқият тыңдаймыз. Аю ақырады. Арыстан ырылдайды. Жылан ысылдайды. Балалар, осы жануарлардың дыбыстарында қандай айырмашылықты байқадыңыздар? Кейбір жануарлардың дыбысы қатты болады екен, кейбір жануарлардың дыбыстары бәсең шығады екен. Балалар, осы сіздер білесіңдер ме? Жануарлар неліктен дыбыстайды? Олар дыбыстарын қалай пайдаланады? Ендеше келесі тапсырманы орындайық. Жануарлар түрлі дыбыс шығарады. Мысалы, арыстан. Арыстан неліктен дыбыс шығарады? Арыстан басқа жануарлар жақындаса, өз аумағы екенін ескертіп ырылдайды екен. Келесі сарышнақ. Ол неліктен дыбыс шығарады? Сарышнақ қауіп сезсе, өзінің шиқылыменен маңайындағыларға хабар береді екен. Ал келесі ит неліктен дыбыс шығарады? Ит танымайтын адамдарды көрсе, немесе өзінің иесіне қарай қауіптенген кезде үреді екен. Ендеше, осы тақырыпқа сәйкес қандай қызықты ақпараттар білеміз? Мысалы, көк кит жайлы. Көк киттер бір-бірімен дыбыс шығару арқылы сөйлеседі екен. Олар бірін-бірі 1600 километрден астам қашықтықтан естиді. Ал дыбыстарының қаттылығы реактивті ұшақтың дыбысынан да күшті болады екен. Өте жақсы, жарайсыздар балалар. Сен білесің бе? Көк киттер бір-бірімен дыбыс шығару арқылы сөйлеседі. Олар бір-бірін 1600 километрден астам қашықтықтан естиді екен. Ал дыбыстарының қаттылығы реактивті ұшақтың дыбысынан да күшті болады. Зертте. Жануарлар қай уақытта және не үшін дыбыстайды? Берілген жануарлардың неліктен дыбыс шығаратынын және не үшін шығаратынын анықта. Келесі тапсырма Вен диаграммасы деп аталады. Бірінші шеңберге қатты дыбыс шығаратын жануарларды, яғни сол жақ шеңберге жазасың. Екінші шеңбер
төмен дыбыс шығаратын жануарларды, яғни оң жаққа жазасын. Оларға ортақ ұқсастықтарын ортасына жазамыз. Тапсырманы ұқыпты әрі таза орындаймыз. Үйге тапсырма. Кез келген дыбыс үлгілеріне мысал келтіріп, өз шығармашылығыңмен бөліс. Бүгінгі сабағымыздағы рефлексия. Бірінші, сабақ барысында көңіл күйіңіз қандай болды? Бүгін не білдіңіз? Сіз үшін не жаңалық болды? Осы 3 сұрақтың біреуін таңдап, телефон арқылы SMS жолдауыңызға болады. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.